Баршаңызға қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздермен бірге Дара KZ бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан сергіту сәтінің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, өздеріңіз де осындай қазақша, қазақи кейіпкерлерді билетіп сергіту сәтін жасауларыңызға болады. Ол үшін ең алдымен сіздердің телефондарыңызда Virtual Eye деген программа болуы керек. App Store'дан немесе Android'дан өздеріңізге жүктеп аласыздар. Кіргеннен кейін аккаунттарыңызбен тіркелулеріңіз қажет. Мен Google аккаунтпен тіркеліп алдым. Сіздер де Google аккаунтпен тіркелсеңіздер, жылдам әрі уақыт үнемдейтін болады. Кіргеннен кейін ортадағы жасыл батырманы басамыз, жоғарыдағы Mix деген таңдаймыз. Мына үлкен бөлікке видео қоямыз. Міне үстін бассақ, альбом деп тұр, Next деген басамыз. Осы жерде өздеріңізде жаңағы галереядағы бір видеоны аласыздар, билеп тұрған. Менде мысалы қазір мен осы бір видеоны алып көрсетейін, мысалы ретінде сіздерге. Енді төмендегі батырманы басамыз, яғни фото таңдаймыз. Фотоны алдын ала жүктеп алуларыңыз қажет. Мен Pinterest'тен казахская девушка деп бір қызды жүктеп алдым. Өздеріңіз мұнда таңдап аласыздар. Мына қыз таңдауларыңызға да болады. Өздеріңіз таңдап алып, осы жерге қоясыздар. Альбом ішінен жүктелгеннен кейін фотоны таңдап қоясыздар. Мысалы, мен қазір осы қызды алып көрейін. Енді мына төмендегі background деп тұр ғой. Бұл яғни артқы фон. Үстін басамыз. Мына жерде өзіңізге ұнаған фон таңдай аласыз, немесе өзіңіз жүктеп алған фотоны немесе видеоны қоясыз. Мен мысалы осындай футаж қойғым келіп тұр артына. Ақ фон қоюға болады, мен көріп тұрғандарыңыздай жасыл фон, немесе мен табиғат. Міне мен артқы фонды таңдап алдым. Енді төмендегі жасыл батырманы басамыз. Қазір бізге видео дайындалады. Кішкене бір минуттай, 2 минуттай күтулеріңіз қажет. Осы жерде сіздерге айтып өткім келіп отыр. Мысалы, сіздер YouTube'дан видеоны скачать етіп алу үшін, немесе TikTok'тан скачать етіп алу үшін сіздерге Telegram бот қажет болады. Скачать видео из TikTok'a и YouTube'a деген осы немен ботпен етсеңіздер, скачать етсеңіздер, жылдам уақыттарыңыз үнемделеді. Яғни бұл жерде сіздер осы боттың айтқанын істейсіздер және соңында ссылка қоясыздар. Міне осыны басқаннан кейін сіздерге айтады, қандай форматта дейді. Мысалы 360 деген таңдайсыз, одан кейін міне өздеріңізге сохранить етіп аласыздар. Осылай YouTube'дағы, TikTok'тағы видеоларды скачать етіп алуларыңызға болады. Қазір біздің видео жүктелуде, яғни дайындалуда. Одан кейін өзімізге ол видеоны қалай жүктеу керектігін көрсететін боламын. Бұл видеода мен музыканың дауысын шығара алмаймын, себебі авторлық құқыққа байланысты YouTube'да ән салуға болмайды. Сондықтан бұл жерде негізі Қара жорға әні ойналып жатыр. Міне, енді осы видеоны жүктеу үшін сіздер мына батырманы басасыздар. Download деген таңдаймыз. Және міндетті түрде до конца, яғни соңына дейін скачать етілгенше күтеміз. Содан кейін сіздің видеоларыңыз галереяда сақталып тұратын болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алда көрнекіліктің тегін сабақтары және жасанды интеллектке қатысты көптеген пайдалы дүниелер шығатын болады. Баршаңызға сәттілік.